Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге тәбет ашарлық өте дәмді болып шығатын чимчи, яғни пекин капустасының тұздаудың жолын көрсетемін. Міндетті түрде каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қолдап қоюларыңызды сұраймын. Алдымен капустамызды жақсылап жуып, тазалап, артық жерлері болса барлығын кесіп алып тастаймыз. Және видеода көрсетілгендей 2 немесе 4 бөлікке бөліп аламыз. Отбасындағы адам санына байланысты құрамын 2-3 есеге көбейтіп жасай беруге болады. Мен бүгін 3 данасын тұздайтын боламын. Бір басын тұздау үшін маған 2 үлкен ас қасық толған тұз қажет болды. Егерде капусталарыңыз кішігірім болса, онда одан кішкене аздау сепсеңіздер де болады. Капустаның қалың қатты бөлігіне ғана осылай тұзын жақсылап тұрып жағып шығамын. Ал жұмсақ бөлігін ең соңынан аздап қана себелеймін. Өйткені бізде бір күн тұрады, сол бір күннің ішінде өзінің суы шығады, соның өзіне тұз алып қалады. Енді үлкендеу ыдысымызға осылай тығыздап барлығын жайғастырып шығамыз. Мен осындай үлкен керсенге салып, осылай үстін қазір легенмен жауып, үстін бастыртып қоямын. Бір күннен кейін өзінің суы шығып, капусталарымыз қатты емес, уже жұмсарып қалады. Енді осылай барлығын таза суға бір-бір шайып шығамыз. Егерде қатты сізде тұздап жіберіп, ащы болып кеткен жағдайда тұзды суға салып қойсаңыздар болады. Яғни бір 10-15 минут суға салып қойсаңыздар, капустаның құрамындағы қатты ащы жаңағы бөлігі, дәмі суға шығып кетеді. Осылай жақсылап суын сығып, суын сорғытып аламыз және ыдысымызға салып дайындаймыз. Бұл капуста тұздауға мен алдын ала тәтті бұрышты, чеснокты және ащыны ет тартқыштан өткізіп дайындап алдым. Енді осы қоспамызға бір ас қасық кориандр ұнтақталған және бір ас қасық тұз салдым. Барлығын жақсылап араластырамыз. Өз тәбеттеріңізге қарай ащылау етіп жасасаңыздар болады. Мен қатты ащы жасаған жоқпын. Менде бұл жерде алдын ала дайындалған болғандықтан менде болгарский көптеу. Енді осылай әрбір жапырақтардың арасына жағып шығамыз. Міндетті түрде әрбір жапырағының арасына емес, осылай жеткенінше жақсылап жағып шыға беріңіздер. Егер қатты ащы болса, перчатка киіп алыңыздар. Мен енді өзім үйге дайындалғандықтан ешқандай перчаткамен киген жоқпын. Осылай арасын барлығына жақсылап жағып шығамыз. Сіздер эмаль ыдысты қолдансаңыздар да болады, яғни эмаль шелекке дайындауға болады, немесе кәдімгі пластикалық шелектерге дайындап қойсаңыздар да болады. Ең бастысы дайындалғаннан кейін салқын жерде тұруы керек. Егер күн жылы болып, жылы жерде тұрса, ашып кетуі мүмкін. Сондықтан мүмкіндігі барынша салқындау жерде сақтаған дұрыс. Барлық жерге осылай жағып дайындап аламыз. Тұзығының барлығын дайындап салып қойдым. Енді осы пластикалық ыдысқа салып, үстіне батып тұру үшін аздап су құйдым. Егерде сіздің капустаңыздың тұзы аздау болса, аздап тұз қосуға болады. Ал көптеу болып кетсе, онда жай қайнаған жылы суды құйып, үстін осылай тарелкамен бастырып 3-4 күнге қалдырамыз. 3-4 күннен кейін біздің чимчиіміз дайын болады. Құрметті достар, осы видеоның астындағы поделиться батырмасын басып, өздеріңіздің таныстарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.